Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен алдыңғы видеода қолдан жасалған мастикадан осындай гүлдің формасын жасайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі бізге керекті заттар: аздап жүгері крахмалы және де алдын ала дайындап алған мастика. Мастиканың бірінші түрі бізде боялған, екіншісі өзінің ақ түсі. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай мастикамыз осылай құрғап, шашылып қалуы мүмкін. Бірақ та оны біз қайнап тұрған ыстық судың буына қолымызбен жұмсарту арқылы, жұп-жұмсақ қылып илеу арқылы жұмсартып алуға болады. Ол бізде бірінші әдісі. Екінші әдісі мастиканы 7 минуттай жұмсарғанша және де біріккенше илеуіміз керек. Келесі мастиканың осы жарты бөлігін аламыз және де үстелге жүгері крахмалын сеуіп алуымыз керек және де оқтауға да жүгері крахмалын жағамыз. Келесі жүгері крахмалы бізге не үшін қажет? Себебі мастика өте жұп-жұмсақ, жабыспақ болғандықтан ол тез мастиканы жайып жатқан кезде үстелге жабысып қалады. Сондықтан біз жүгері крахмалын қолданамыз, бірақ та жүгері крахмалын көп қолдануға болмайды, мастиканы қатырып тастайды. Қазір осы мастикадан гүлдің формасын шығаратын боламын. Сондықтан да мастиканы барынша жұқалау қылып жайып аламыз. Ақырындап, өйткені мастиканы қатты ұнды жазғандай жазсақ, ол бізде жыртылып қалады. Және де бізге осындай дөңгелек формалар қажет. Өздеріңіз үйлеріңізде қандай дөңгелек форма бар, сонымен жасасаңыздар да болады. Менде осындай кішкентай формалар. Осы формамен дөңгелек қып кесіп аламыз. Келесі кесілген форманы тез арада жұқалау қып тағы да оқтаумен жайып аламыз. Себебі қазіргі видеодағы дөңгелектер кішкене қалыңдау болады. Ол біздің гүлдің формасына онша келмейді. Себебі жұқа болмаса біздің гүліміз қайта-қайта сынып, жұмыс жасауға бізге ыңғайсыз болады. Достар, егер мастика осылай үстелге жабыс қалатын болса, оны пышақтың көмегімен осылай видеодағыдай аламыз. Келесі алдын ала дайындап, кесіп алған осындай дөңгелек формаларымыздан гүлді жинайтын боламыз. Егер біздің мастикамыз осылай қатып қалған болса, қолмен жылытып алу керек. Өйткені біз және жазған кезде жүгері крахмалын сепкен болатымыз, ол бізде қатырады. Енді осылай жұмсартып алған соң, қазір гүлді осылай ең ішкі жағынан бастаймыз. Ең кішкентай дөңгелектерден бастап ораймыз. Осы роза гүлін жабыстырған кезде біз егер жабыспай жатса, арасына су жағып осылай жабыстырамыз.
біздің гүлгін мастикадан жасалған розамыз дайын болды. Келесі ақ мастикадан гүл жасаймын. Достар, ақ мастиканы мен өзім қолмен осылай илеп отырып жұмсартып алдым, бірақ қолмен біріктірген кезде 7 минуттай уақыт кетеді. Жаңағындай буға жұмсартып алсаңыздар 1-2 минутта жұмсарып шығады. Мастикадан тек қана роза гүлін ғана жасамаймыз, одан да басқа формаларды жасауға болады. Яғни дайын формаға жаңағы мастиканы салып, әртүрлі бейнелерді жасауға болады. Маған осындай роза гүлін жасауды сұраған соң, мен роза гүлін сіздерге жасап көрсетіп жатырмын. Не достар, біздің ақ розамыз дайын болып қалды. Яғни сіздерге алдын ала айтып кеткендей, мастикадан әртүрлі формаларды жасасаңыздар болады. Яғни сандарды, әріптерді, бейнелерді, бұл формаларды торттың оформлениясы, декор ретінде қолдансаңыздар өте керемет болып шығады.